Сәлем достар, пайғамбарлар қиссасы айдарын әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін сіздерге бірнеше пайғамбардың өмірлері қиссасы туралы айтатын боламын. Сондықтан каналыма жазылып, ғибраты мол әңгімелерді тыңдауға дайын отырыңыздар. Шис алейхиссалам. Адам дүние салар алдында пайғамбарлықты Шиске тапсырды. Шис адамның Әбілдің өлімнен кейін көрген ұлы болатын. Өйткені адам ұлы Әбілден айырылған кезде қатты қайғырған еді. Шис сөзінің мағынасы Аллахтың сыйы нығметі дегенді білдіреді. Әбу Зар, Аллах оған разы болсын. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам, Аллах 104 жазба түсірді. Содан 50 жазбаны Шиске түсірген деді деген. Ол жазбалар адамзаттың өмірін ретке келтіретін қағидалар мен шариғаттық заңдарды қамтыды. Өйткені адамзаттың бастапқы кезеңдегі өмірі реттеуді қажет етті. Адам Шиске өз білімінің басым бөлігін үйретті, бірақ ол адамның білімін толығымен игере алмады. Өйткені адам тікелей Аллах тағаладан тәлім алған. Шис адамнан білім алған, көп нәрсе үйренген ғұлама кісі еді. Ол адамдарға өркениет пен өнеркәсіпті, күн мен түнді өлшеуді үйретті. Ибн Исхақ Шис оларға күн мен түнді өлшеуді үйретті, және сол уақыттарда қалай ғибадат жасауды көрсетті деген. Сонымен адам өмірден өткеннен кейін билік пен пайғамбарлықты оның ұлы Шис қолына алды. Ол жер бетінде әділ, ізгі үкім жүргізді. Алайда далалық жерде Қабылдың қауымының арасында түрлі бұзақылық жайттар орын алған еді. Қылмыстар артып, кісі өлтіру көбейгенді. Олар өздері жаққа аяқ басқан адамның басқа ұлдарын өлтіре бастады. Ибн Аббас, Аллах әкесі екеуіне разы болсын, Аллах тағаланың алғашқы надандық дәуіріндегідей сәнденбеңдер деген сөзіне түсіндірме бере отырып, адамның ұрпағынан саналатын екі топтың бірі, яғни Қабылдың қауымы далалық жерде тұрды, ал қалған балалары тау етегін мекендеді. Таулы аймақта тұратындардың еркектері көрікті, ал әйелдері көріксіз еді. Керісінше, дала тұрғындарының әйелдері көрікті, ал еркектері ұсқынсыздау келетін. Сонда шайтан бір далалыққа қызметкер бала кейпінде келіп, оның қолында жалданып қызмет істеді. Сол бала Ібліс оларға күйлер мен әуендер үйрете бастады деп айтқан. Ол сыбызғы сияқты үрлемелі бір аспап ойлап тауып, одан адамдар бұрын естімеген бір күй шығарды. Бұл әуен таудағы адамдардың құлағына жетіп, тыңдай бастады. Сондай-ақ Қабылдың қауымы бәрі жиналып, әйелдері еркектері үшін сәнденетін бір мейрам ұйымдастырды. Таудағылар далалықтардың әйелдерінің әдемілігін көріп алданды. Сөйтіп, таудағы еркектердің кейбірі далаға жасырын жол тарта бастады. Ал адамның ұлы Шистің шариғатында Қабылдың ұл қыздармен қарым-қатынас жасауға тыйым салынғанды. Алайда кейбіреулер азғыруға түсіп, бұл тыйымға бағынбады. Далалық әйелдердің әдемілігі нәпсілерін қоздырып, оларға ұрланып баратын болды. Басында олар жақындап келіп, сырттан көз тастайтын. Кейіннен тауда тұратындардың бірі мереке кезінде келіп, далалық әйелдердің әдемілігін көріп, таң қалып жолдастарына хабар берді. Әйелдер де таулық еркектерді ұнатып қалды. Сөйтіп, екі жақ бір-бірімен араласа бастады. Ақырында бұзықтық жайлап, адамзат қоғамында зина орын алды. Ибн Аббас, Аллах тағаланың алғашқы надандық дәуіріндегідей сәнденбеңдер деген сөзінің түсіндірмесі осы деген. Алғашқы надандық осылай бой көтерді, бұзақылық қарқындады. Шис қалған ізгілікті сақтап қалуға тырысып, өз ізбасарларының олармен араласуын тоқтатуға күш салды. Алайда шайтан азғырып, бұзақылық бұлардың арасында да өркендеді. Сол уақытта Қабылдың қауымы көбейіп, Шистің қауымы азая бастады. Жағдай Идрис келгенге дейін осылай жайғасты. Идрис алейхиссалам. Бұның толық аты жөні Идрис ибн Ярид ибн Михлаил ибн Қинан ибн Ануш ибн Шис ибн Адам. Оларға Аллахтың сәлемі болсын. Шис оның 5-ші атасы болатын. Идрис адамның көзі тірі кезінде дүниеге келген. Ол адам атаны көрді. Онымен 120 жыл бірге өмір сүрді. Адам 1000 жыл ғұмыр кешіп, өзінің 6-шы ұрпағын көрген. Адам және Шис дүниеден өткеннен кейін, Аллах тағала адамның ұрпағының ішінен Идристі пайғамбар етіп таңдады. Демек, Идрис адамзат тарихындағы 3-ші пайғамбар. Идрис адам мен Шистен кейінгі алғашқы пайғамбар болды. Сондай-ақ ол қаламмен алғаш жазған адам.
Яғни, ол адамдар арасында бірінші болып жазу сызуды қалыптастырды. Идрис шистің шариғатын жалғастырды және оған кейбір нәрселерді қосты. Ол белең алған бұзақылықтың ізгі адамдарға кесірін тигізе бастағанын сезіп, жихадты заңдастырды. Идрис атты әрі жаяу әскер жасақтап, Қабылдың қауымына шабуыл жасады және оларды жеңді. Оларды тұтқынға алды. Сол уақыттан бері шындық пен жалғандықтың, жақсылық пен жамандықтың арасындағы күрес жалғасып келеді. Бізге Идрис туралы мағлұматтар аз жетті. Аллах тағала Құранда оған ишара жасап, Мұхаммед, кітаптағы Идристі есіне ал, ол шыншыл бір пайғамбар еді. Оны жоғары орынға көтердік деген. Оның аятта айтылған жоғарғы орны туралы айтар болсақ, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Миғраж кешінде 4-ші аспанда Идриспен кездескен болатын. Идрис дүниеден өткеннен кейін жер бетіне ұзақ уақыт пайғамбар жіберілмеді. Адамдар, Адам, Шис және Идристің, ал оларға Аллахтың сәлемі болсын шариғатымен ғұмыр сүріп жатты. Нух алейхи уассалам, алғашқы пұтқа табынушылық. Уақыт өте келе халық арасында бұзақылық тарады. Дегенмен, адамдар Аллахты жалғыз деп білетін. Адам дүние салғаннан 1000 жылға дейін жер бетінде пұтқа табынушылық болмаған. Сондықтан Аллах тағала адам баласы бір үмбет еді деген. Бұл аралықта адамдар таухидте жүргенмен қылмыс пен бұзақылық көбейді. Дегенмен олардың арасында ізгі кісілер де бар еді. Адамдар оларды құрметтеп, тағзым ететін. Дәл қазіргі кездегі сияқты адамдар ғалымдар мен ізгі адамдарды сыйлады. Бірақ күнә істеулерін жалғастыра берді. Қазіргі таңда да халық арасында осы әдет қалыптасқан. Ізгілерді шектен тыс дәріптеу адамзат тарихында алғаш ширктің бас көтеруіне себеп болды. Имам Аль-Бухари, Аллах тағаланың: олар тәңірлеріңді тастамаңдар, Уатты, Суақты, Яғуқты және Нәсірді әсте тастамаңдар деседі деген сөзінің тәпсірінде Ибн Аббастың: бұлар Нұх пайғамбардың қауымындағы ізгі адамдардың есімдері. Олар дүние салған уақытта шайтан олардың қауымын азғырып, олардың мәжіліс құрған орындарына ескерткіш ретінде белгі тас қойыңдар және ол тастарды сол адамдардың атымен атаңдар деді. Олар солай істеді. Бұл Уат тасы, ал мынау Яғуқ пен Нәсірдің және тағы сондай тасы деп аталды. Бірақ оларға табынбады. Осы тастардың тарихын білетін адамдар дүниеден өтіп, кейінгі ұрпақтар дүниеге келді. Олар бұл тастардың қиссасынан хабарсыз еді. Олар тастарды тәбәрік деп білетін. Бұл тастардың не үшін қойылғаны туралы мәлімет ұмыт болып, оларға табынды деген сөзін келтірген. Ибн Аббас, Аллах әкесі екеуіне разы болсын, Нұхтың қауымында болған пұттар кейіннен арабтарға өтті деп айтқан. Аллахқа серік қосу көбейіп, адамдар ширкке бой ұрды. Сонымен құлыптастарға сыйыну кезеңі басталды. Нұхтың дағауаты. Толық аты жөні Нұх ибн Ламид ибн Матушалих ибн Идрис. Идрис оның бабасы. Ол кездегі адамдардың өмір жасы ұзақ болатын. Сол сияқты Нух та 1000 жылдан астам уақыт өмір сүрді. Оның уақытында жоғарыда айтқанымыздай, адамдар арасында күпірлік пен ширк көбейді. Адамдар пұттарға табынды. Адам заманында негізгі сенім таухид болса, Нухтың елші ретінде жіберілу қарсаңында қауымындағы негізгі сенім дәрежесіне ширк шыққанды. Ибн Аббастан, Аллах әкесі екеуіне разы болсын, жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: Адам мен Нухтың арасы барлығы ислам болған 10 ғасыр деген. Демек, адамдар адамнан кейін 1000 жыл таухидте өмір сүрді. Сосын шайтан азғырып, олар пұттарға табына бастады. Иман, таухид және жалғыз Аллахқа ғибадат ету жойылып, пұттар құлшылық ғибадаттың негізіне айналды. Сонда Нух келді, және ол Аллах шоғылына шақыруда өте үлкен күш қайрат жұмсады. Аллах тағала: расында Нухты еліне, қауымыңды күзетуші азап келуден бұрын ескерт деп жібердік деп айтқан. Нух қауымына күтіп тұрған азапты ескертіп: ей қауымым, шын мәнінде мен сендерге анық ескертушімін. Аллахқа құлшылық қылыңдар, одан қорқыңдар және маған бағыныңдар. Ол күнәларыңды кешіріп және сендерді белгіленген бір мерзімге дейін қалдырады. Егер білген болсаңдар, шын мәнінде Аллахтың белгілеген мерзімі келсе, ол кешіктірілмейді деді.
Нық дағауат жасап, күні-түні олардың үйлеріне, жиындарына барды. Олармен ашық және құпия түрде кездесіп, жалпылай және жеке-жеке сөйлесті. Нұх оларды 950 жыл бойы Аллахтың жолына шақырды. Ол Раббысына: «Раббым, расында мен елімді күндіз-түні шақырдым, бірақ шақыруым олардың қашуын ғана арттырды. Мен оларды сенің кешіруің үшін шақырған сайын, олар саусақтарын құлақтарына тығып, киімдерін бүркенген бойда қасарысып, паңданған сайын паңданды. Сосын мен оларды дауыстап шақырдым. Одан кейін мен оларға жария қылып, және құпия түрде жасырында айттым. Сондай-ақ оларға: Раббыларыңнан кешірім тілеңдер, өйткені ол аса кешірімді. Ол сендерге аспаннан мол жаңбыр жібереді. Сендерді мал-мүліктеріңмен және перзенттермен қолдайды. Сендер үшін бау-бақшалар, әрі сендер үшін өзендер жасайды. Аллахтың ұлылығына үміт етпейтіндей сендерге не болды? Ақиқатында ол сендерді түрлі даму кезеңдермен жаратты. Аллахтың жеті аспанды қалай қабат-қабат етіп жаратқанын көрмедіңдер ме? Олардың ішінде айды нұр қылып, күнді шырақ қылды. Аллах сендерді жерден өсіріп шығарды. Сосын сендерді ол жерге қайтарады да, сонан кейін қайта шығарады. Аллах сендерге жерді оның кең жолдарында жүрулерің үшін төсеніш қылды, дедім деп үн қатты. Сол уақытта Нұхтың қауымын бір кәпір патша билейтін. Ол өз халқына оған құлақ салмауды және пұттарға табына беруді бұйырды. Нұхпен жолығуға тыйым салды. Адамдар патшаға еріп, Нұхтан теріс айналды. Сонда ол: «Раббым, расында олар маған қарсы келіп, мал дүниесі мен балалары өздеріне зияннан басқаны арттырмаған біреулерге ілесті. Олар зор айлакерліктер істеді, және олар: тәңірлеріңді тастамаңдар, Уат, Суақ, Яғуз, Яғуқ және Нәсірді әсте тастамаңдар деседі. Расында олар көпшілікті адастырды. Раббым, сен де залымдардың адасуларын ғана арттыр», деп дұға қылды. Әлгі патша Нұхтың ізбасарларының қатарынан бір нәрсені байқады. Олардың барлығы әлсіздер, кедей кепшіктер еді. Сөйтіп патша бір айла ойлап тапты. Ол Нұхқа: «Біз саған адамдармен сөйлесуіне, оларды дағауат етуіңе рұқсат береміз. Мүмкін бізде саған иман келтіретін шығармыз, бірақ біз сенімен бірге отырып, сөйлесіп, сенің шақыруыңды қабылдауымыздан бұрын бір шарт қоямыз. Сен анау кедей кепшіктерді қуып жібер. Олар бейшаралар, ал біз беделді адамдармыз. Олармен бірге отырмаймыз. Біздің ел арасында атақ абыройымыз бар, ал олар болса қауымның ең төменгі өкілдері. Егер біздің саған құлақ салып ілесуімізді қаласаң, олардан аулақ жүр. Болмаса, біз сенімен бірге бола алмаймыз», деді. Олардың қойған шарттары мен Нұхтың оларға қайтарған жауабы Құранда төмендегіше баяндалады. Қауымының қарсы болған бастықтары: «Шынында біз сені өзіміз тәрізді адам ретінде көреміз, және саған тар көзқарастағы шетқағарларымыздан басқаның ергенін көрмейміз. Сондай-ақ сендердің бізден бір артықшылықтарыңды да көрмейміз. Керек болса, сендерді өтірікші деп ойлаймыз», деді. Нұх: «Ей елім, көрдіңдер ме? Мен Раббымнан анық бір дәлелде болсам, және ол өз қасынан маған бір мейірім көрсетсе, ал ол сендерге көрінбесе, біз сендерге оны өздерің қаламасаңдар да зорлап қабылдатамыз ба? Ей елім, сендерден бұл үшін мал дүние сұрамаймын. Алар ақым Аллахта ғана, ал мен иман келтіргендерді қумаймын. Өйткені олар Раббыларына жолығушылар. Бірақ мен сендерді надандық істеп тұрған қауым ретінде көремін. Ей елім, егер мен оларды қусам, мен Аллахтан кім қорғайды? Түсінбейсіңдер ме? Сендерге: мен де Аллахтың қазыналары бар демеймін. Мен ғайыпты да білмеймін. Мен бір періштемін демеймін. Және көздеріңе ілмейтіндерге: Аллах сендерге жақсылық қылмайды деп те айтпаймын. Аллах олардың көкейіндегіні жақсы біледі. Онда, егер оларды қосам, мен залымдардан боламын», деді. Олар: «Ей Нұх, сен бізбен жанжалдасып, талас-тартысты көбейтіп жібердің. Шын айтқан болсаң, енді бізге бопсалаған нәрсеңді келтір», деді. Нұх: «Егер қаласа, оны сендерге Аллах қана келтіреді. Сендердің одан бас сауғалауға әлдерің келмейді. Егер Аллах сендерді адастыруды қаласа, сендерге насихат айтуды қаласам да, насихатым сендерге пайда бермейді. Ол Раббыларың, сендер оған қайтарыласыңдар», деді. Сонымен Нұх пен қауымның ортасында қарама қайшылық туындады. Аллах тағала: «Мұхаммед, оларға Нұхтың хабарын оқы. Ол қауымына: Ей елім,
Араларыңда тұруым, Аллахтың аяттарын үгіттеуім, сендерге ауыр келген болса, онда өздерің және серіктерің ойларыңа алған іске бекініңдер. Ал мен Аллахқа тәуекел еттім. Сосын істерің өздеріңе мұң болмасын. Кейін маған мұрсат бермей-ақ қолдарыңнан келген істеңдер, деген дейді. Дағауаттың тоқтауы. Нұхтың қауымы бұның айтқан үгіт насихаттарына құлақ салмай, оны жындыға балады. Жаңадан келген әрбір ұрпақ бұзықтықта алдыңғыларынан асып түсті. Алайда Нұх оларды шақырудан жалықпады. Бірақ жүздеген жылдар өтсе де, санаулы адамдардан басқа ешкім иман келтірмеді. Сонда Аллах тағала тарабынан Нұхқа: еліңнен бұрын иман келтіргендерден басқалары енді әсте иман келтірмейді. Енді олардың істегендеріне кейме деп уақи етілді. Нұх 950 жыл бойы Аллах тағаладан бұйрық келгенге дейін үмітін үзген жоқ еді. Аллах тағала: рас, Нұхты еліне жібердік. Сонда олардың ішінде 950 жыл тұрды деп айтқан. Сондағы Нұхқа ілескендердің саны бір деректе 10, ал кейбір тарихшылардың деректерінде 80 адам деп көрсетілген. Енді Аллахтан олардан басқа ешкім иман келтірмейді деген әмір келген уақытта ол: Раббым, расында олар маған қарсы келіп, мал дүниесі мен балалары өздеріне зияннан басқаны арттырмаған біреулерге ілесті. Олар зор айлакерліктер істеді, және олар: тәңірлеріңді тастамаңдар, Уад, Суақ, Яғос, Яғуқ және Нәсірді әсте тастамаңдар деседі. Расында олар көпшілікті адастырды. Раббым, сен де залымдардың адасуларын ғана арттыр. Раббым, жер жүзінде кәпірлерден ешбір тұрғын қалдырма. Егер оларды қалдырсаң, құлдарыңды жолдан адастырады да, бұзақы кәпір балаларды ғана туады, деді. Сосын ол: Раббым, мені, ата-анамды, үйіме мүмін болып кіргендерді және мүмін ерлер мен мүмін әйелдерді кешіре көр. Ал әділетсіздерге құрып кетуден басқаны арттырма. Раббым, мені елім өтірікшіге шығарды. Енді мені мен олардың арасын ашып үкім бер. Мені және менімен бірге үміндерді де құтқар деп дұға қылды. Кеме жасау. Нұх Аллах тағалаға жәрдем беруін сұрап дұға қылды. Сонда оған: біздің бақылауымыз және нұсқауымыз бойынша кеме жаса. Қашан әміріміз келіп, тандырдан су қайнаса, сонда әр жыныстан бір жұп және жазаға үкім берілгендерден басқа отбасыңды алып, оған кемеге түс. Сондай-ақ залым болғандар жайында маған сөз айтпа, өйткені олар суға батуға тиіс деп уақи еттік деген. Біздің бақылауымыз және нұсқа уақиымыз бойынша кеме жаса дегені, яғни Аллах тағала Нұхқа кемені Жәбірейіл періштенің үйретуімен жасауды бұйырған. Кеме өте алып үлкен еді. Бір хабарда оны 100 жылда жасап бітірді деп айтылады. Олар кемені құрлықта жасады. Ағаш болмағандықтан өздері ағаш отырғызып, сол ағаштар жетілген соң барып кеме жасауды бастаған. Арнайы темір әкеліп, шеге дайындаған. Аллах тағала Құранда бұл туралы: оны шегелер мен тақтайлардан тұратынға кемеге орналастырдық, дейді. Сондай-ақ залым болғандар жайында маған сөз айтпа, өйткені олар суға батуға тиіс дегені, олар үшін дұға қылма, оларды кешіруімді, оларға уақыт беруімді сұрама. Аллах оларға үкім шығарып қойды деген мағынаны білдіреді. Сонда қауымы Нұхтың дағуатты тастап, кеме жасаумен айналыса бастағанына таңданып, оны әжуалай бастады. Олар: ей Нұх, пайғамбарлықты тастап ағаш ұстасы боп кеткенсің бе, деп мысқылдады. Ей Нұх, құрлықта кеме жасамақсың ба, деп тәлке кетті. Аллах тағала бізге Құранда олардың бұл қылығын: кемені жасап жатқанда елінің басты қысмақтары жанынан өткен сайын оны тәлке қылды. Нұх оларға: егер сендер бізді тәлке қылсаңдар, біз де сендерді бізді тәлке қылғандарыңдай тәлке кетеміз. Әлі-ақ білесіңдер, қорлайтын азап кімге келер екен, тұрақты азап кімнің басына түседі екен, деді, деп баян еткен. Кеменің сипаты туралы Абдуллах ибн Аббас, Аллах әкесі екеуіне разы болсын, риуат еткен хадисте: кеменің ұзындығы 300 кез, ені 50 кез, ал биіктігі 30 кез болды. Төбесі жабық еді, және оның бір-бірінің астында орналасқан 3 есігі болды делінген. Демек ол төбесі ашық, қарапайым ғана кеме емес. Төбеден жауған нөсер жаңбыр ішіне құйылып батырып жібермеу үшін асты үстіне жабылған су асты кемесі тәрізді, әрі 3 қабатты алып кеме болған. Оның әр қабатында бір қатардың бойында орналасқан жеке есіктері бар. Бұл кеме қазіргі таңға дейін сақталған. Оның бұзылмай сақталатындығы жайында Құранда:
әрі оны аят белгі етіп қалдырдық. Енді ескерту алушы бар ма? Делінген. 20 ғасырда ғалымдар Нұхтың кемесін іздеп тапты. Кеме екіге бөлініп кеткен. Біз жоғарыда сипаттағандай, төбесі жабық, 3 қабатты кеме Түркиядағы Жуди тауынан табылған. Ол кеме бейнетаспаға да түсіріліп, кезінде телехабарлар арқылы да көрсетілді. Топан су. Кеме жасалып біткен соң топан су келді. Аллах тағала Нұхқа белгі берді. Ол Нұхқа осы белгі көрінген кезде мүміндер мен өз отбасын және жер бетінде өмір сүретін жануарлардың әрқайсынан бір жұптан алып кемеге мінуді бұйырды. Ал ол белгі тандырдан судың қайнап шығуы болатын. Тандыр сөзі туралы Құран тәпсіршілерінің бір-біріне қарама-қайшы пікірлері бар. Кейбіреулері тандырды су шығатын бұлақ деп ұққан. Бірақ бұл пікірлердің ең дұрысы аяттағы тандыр кәдімгі от жағып нан пісіретін орын. Аллах тағала, ақыры әміріміз келген уақытта тандырдан су қайнады. Нұхқа оған кемеге әр нәрседен бір жұп және жазаға үкім етілгендерден басқа отбасымен иман келтіргендерді орналастыр дедік. Негізінде онымен бірге аз ғана адам иман келтірді деген. Сонымен бір күні Нұх сол белгіні көрді. Тандырдан су қайнап шыға бастады. Ол тездетіп беткейдегі кемеге бет алды. Ал онда жер бетіндегі әрбір жануардан бір-бір жұп жиналып, кемеге мінуді күтіп сап түзеп тұр еді. Аллах тағала оларды жер шарының әр қиырынан жинағанды. Кеменің астыңғы қабатына жыртқыштар мен өзге де жануарлар, орта қабатына адамдар, ал үстіңгі қабатына құстар орналасты. Нұх кемеге өзіне ерген мүміндерді және жан жуаналарды жайғастырып болған кезде Аллах тағаладан жер бетіндегі нәрселердің барлығының жойылуы туралы әмір келді. Бұл әмір аспан есіктері ашылып, жаңбыр құюы және жер қойнауы жарылып суатқылауыз арқылы жүзеге асты. Бұл мәселе тұрғысында Құранда, сонда аспан есіктерін құйылған жаңбырмен аштық, жерді жарып қайнарлар шығардық. Сонда су тағдыр етілген әмір бойынша қосылды. Оны шегелер мен тақтайлардан тұратын кемеге отырғыздық. Кәпірлерге жаза ретінде Нұхтың кемесі көз алдымызда жүзіп бара жатты делінген. Жерді су басып, адамдар мен жан жануарлардың барлығы бата бастады. Аллах тағала, Нұх бізді үндеді, ал біз қандай жақсы жауап берушіміз. Біз оны және үй үшін үлкен қайғыдан құтқардық. Жер бетінде оның ұрпақтарын қалдырдық. Кейінгілердің ішінде ол Нұх жайлы жақсы сөз қалдырдық. Нұхқа әлемдерден сәлем болсын. Біз ізгі амал істеушілерді осылай марапаттаймыз. Ол біздің мүмін пенделерімізден, сосын басқаларды суға батырдық. Расында біз су тасыған кезде сендерді кемеге отырғыздық. Оны сендерге бір ескерту үшін, әрі оны ұғатын құлақтардың ұғу үшін жасадық деген. Су көбейіп қалалар мен ауылдарды алды. Судың беті жер бетіндегі ең биік таулардан 15 кезге дейін жоғары көтерілді. Нұхпен бірге болғандардан басқаның бәрі суға батты. Аллах тағала осы топан кезіндегі жайды. Сонымен Нұх кемеге шықты. Су деңгейі кеменің астына жақындағанда, ол оған кемеге отырыңдар. Оның жүруі де, тұруы да Аллахтың атымен. Расында Раббым өте кешірімді, аса мейірімді деді. Ол кеме оларды таулардай толқында алып жүрді деп сипаттайды. Сол уақытта оған Аллахтан, өзің және өзіңмен бірге болғандармен кемеге орналассаң, мақтау бадақ бізді залым қауымдардан құтқарған Аллахқа тәнде. Сондай-ақ Раббым, мені құтты бір қонысқа түсір, сен түсірушілердің ең абзалсың де деген әмір келді. Аллах тағала Нұхқа онымен бірге отбасында құтқаруға уәде берген еді. Шын мәнінде де оның бір ұлынан басқа барлық отбасы мүшелері, әйелі өзімен бірге кемеге шықты. Аллах тағала Құранда Аллах кәпірлерге Нұхтың әйелі мен Лұттың әйелін мысалға келтірді. Ол екеуі біздің құлдарымыздан екі ізгі құлдың әйелі еді. Ол екеуі екеуіне опасыздық етті. Сонда ол екеуіне Аллахтың алдында ештеңе пайда бермеді. Және екеуің күрушілермен бірге тозақ отына кіріңдер делінді деп айтқан. Оның кәпір әйелі бұл кезде өліп қалған еді, ал кемеге мінген әйелі иманды болатын. Нұхтың иман келтірмеген бір кәпір ұлы ғана кемеге отырмады. Оның аты Ям болатын. Бір деректерде оны Қанған деп те атайды. Су тасқыны кезінде оны әкесі кемеге шақырды. Бұл жағдай Құранда. Нұх айырылуда болған ұлына, «Ей балақайым, бізбен бірге кемеге отыр, кәпірлерден болма», деп дауыстады. Баласы Қанған,
мен судан сақтайтын тауға паналаймын, деді Нұх. Бүгін Аллахтың әмірінен ол рақымшылық еткендерден басқаға сақтаушы жоқ дегенде, екеуінің арасына толқын түсіп, қанған суға батқандардан болды деп баяндалады. Нұхқа Аллах тағала оның отбасын құтқаруға уәде берген еді. Енді болса бір ұлы суға батты. Сонда ол Аллах тағалаға жалбарынып: Раббым, негізінде ұлым отбасымнан ғой. Расында, сенің уәдең ақиқат, сондай-ақ сен ең тура үкім етушісің, деді. Алайда Нұх ұлының суға батқаны үшін Аллах тағалаға қарсылық білдірмеді. Сонда Аллах тағала: Ей Нұх, ол сенің отбасыңнан емес, өйткені ол ұлыңның істегені дұрыс іс, амал емес. Сондықтан білмеген нәрсеңді менен сұрама, саған надандардан болмауыңды насихат етемін, деді. Сол кезде Нұх бірден Раббысына тәубе етіп: Раббым, білгенімді сұраудан өзіңе паналаймын. Егер мені кешіріп, маған рақымшылық қылмасаң, зиянға ұшыраушылардан боламын, деді. Нұх ешқашан Аллахқа қарсы шықпаған. Оның жалғыз қателігі осы ұлына қатысты қойған сұрағы болды. Сонымен кеме таудай толқындарда жүзіп кете барды. Жер бетін су басып, адамзат тіршілігі және сонымен қатар хайуандар мен құстардың барлығы жойылды. Кемедегілерден басқа ешбір тірі жан қалмады. Ибн Аббас, Аллах әкесі екеуіне разы болсын, олардың кемеде 6 ай жүргендігін айтқан. Ақыр соңында Аллахтың әмірімен су тасқыны тоқтады. Аллах тағаладан: Ей жер, суыңды жұт, аспан, сен де тоқта делінді де, су тартылды, іс бітті. Кеме Жуди тауына тоқтады. Залым қауымдар жоқ болсын делінді. Су тартыла бастады. Сонда Нұхқа бір дыбыс келіп: Ей Нұх, саған және сенмен бірге болған адамдарға бізбен болған амандық һәм берекелермен кемеден түс. Бір халықтарды дүниеден пайдаландырамыз да, содан кейін олар біздің күйзелтуші азабымызға ұшырайды делінді. Нұхтың кемеден түсуі туралы көптеген мәліметтер мен деректер бар. Солардың бірінде Нұх топан судың тоқтаған білу үшін көгершінді ұшырғандығы жайында айтылады. Бірақ көгершін еш нәрсесіз қайтатын. Біразға дейін осылай жалғасты. Содан бір күні ол көгершінді қайтадан жіберді. Сонда ол бір зәйтүн ағашының жапырағын алып келді. Осы арқылы Нұх ағаштар бой көрсетіп, судың тартыла бастағанын білді. Сонан соң оны тағы да ұшырды. Бұл жолы көгершіннің аяғы лай болып қайтты. Сол кезде ол судың толық тартылғанын білді. Бұл әңгіме тарихи кітаптарда кездеседі. Көгершіннің кейбір елдерде бейбітшілік рәмізі ретінде танылуына мүмкін осы әңгіме негіз болса керек. Аллах жақсы біледі. Кемеден түсу. Нұх және онымен бірге болғандар кемеден түсті. Бүкіл адамзат ұрпағынан тірі қалғандар осылар болғандықтан, жерде тек Нұхтың ұрпақтары ғана тіршілік етіп қалды. Сондықтан оны екінші адам, немесе адамзаттың екінші атасы деп атайды. Өйткені барлық адамдардың түбі Нұх пайғамбарға барып тіреледі. Бұл туралы Құранда: Нұх бізді үндеді, ал біз қандай жақсы жауап берушіміз. Біз оны және үй үшін үлкен қайғыдан құтқардық. Жер бетінде оның ұрпақтарын қалдырдық. Кейінгілердің ішінде ол Нұх жайлы жақсы сөз қалдырдық. Нұхқа әлемдерден сәлем болсын. Біз ізгі амал істеушілерді осылай марапаттаймыз. Ол біздің мүмін пенделерімізден, сосын басқаларды суға батырдық. Ей, Нұхпен бірге кемеге мінгізгендеріміздің ұрпақтары деп айтылған. Нұх су тасқыннан кейін 350 жыл жасады делінген. Ол бүкіл өмірін Аллахқа ғибадат етумен өткізген. Нұхтың қадір қасиеттері. Нұх жер бетіне жіберілген алғашқы елші еді. Абу Хурайра, Аллах оған разы болсын, жеткізген хадисте, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, қиямет күні мүміндер жиналып, Раббымыздың алдында шапағатшы болатын біреуді іздесек деп адамға келіп: Ей адам, сен адамзаттың атасысың. Аллах сені өз қолымен жаратты, өзі саған рух үрледі. Періштелерге бұйырып, саған сәжде жасатты және сені жәннатқа орналастырды. Бізге Раббымыздың алдында шапағат етпейсің бе? Біздің жағдайымызды көрмейсің бе, дейді. Адам: Раббым қатты ашулы, мұның алдында бұлай ашуланбаған, бұдан кейін де бұлай ашуланбайды. Мені жемістен қайтарып еді, күнәқарлық істедім. Өзім, менен басқаға барыңдар, Нұхқа барыңдар, дейді. Адамдар Нұхқа келіп: Ей Нұх, сен жер бетіне жіберілген әуелгі елшісің. Аллах сені шүкір етуші пенде деген, біздің жағдайымызды көрмейсің бе?
бізге Раббымыздың алдында шапағат етпейсің бе дейді деген. Сондай-ақ Нұх өзіне жүктелген аманатты қауымына толық жеткізген. Абу Сағид әл-Худриден Аллах оған разы болсын жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қиямет күні Нұх пен қауымы келеді де Аллах тағала Нұхқа: дінді, таухидты жеткіздің бе дейді. Нұх: я Раббым дейді. Аллах тағала оның қауымынан: сендерге дінді, таухидты жеткізді ме деп сұрайды. Қауымы: жоқ, бізге пайғамбар келген емес дейді. Аллах тағала Нұхтан: кім саған куәлік береді деп сұрайды. Нұх: Мұхаммед пен оның үмбеті дейді. Сөйтіп біз оның жеткізгендігіне куәлік береміз. Аллах тағаланың осылай сендерді артық кемсіз орташа бір үмбет қылдық. Адамдарға куә болуларың, сондай-ақ пайғамбардың сендерге куә болу үшін дегені осы деген. Барлық пайғамбарлар Нұх сияқты үмбетін пайда әкелетін барша жақсылықтарға бұйырып, зиян келтіретін жамандық атаулыдан қайтарған. Абдуллах ибн Омардан, Аллах әкесі екеуіне разы болсын, жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларға дажжал туралы әңгімелей отырып: мен сендерді одан сақтандырамын. Барша пайғамбарлар қауымдарын одан сақтандырған, Нұх та қауымын одан сақтандырған деп айтқан. Аллах тағала Құранда расында ол шүкір етуші пенде еді деп сипаттаған. Абдуллах ибн Омар, Аллах әкесі екеуіне разы болсын, жеткізген хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Нұхтың оразасы туралы: Нұх айт күндерін есептемегенде барлық уақытта ораза тұтатын еді деген. Нұх пайғамбардың қиссасынан алынар өнеге ғибраттар. Шайтанның мақсаты адам баласын өзімен бірге тозаққа тарту, ал тозаққа тартудың ең тиімді жолы Аллахқа ширк қостыру арқылы жүзеге асады. Себебі Аллах тағала ширкті кешірмейді және оны істеген адамға жәннатты харам етті. Ол туралы Құранда: Аллах өзіне біреудің бір нәрсені серік етіп қосқан кешірмейді, ал одан өзгені серік қосылушылықтан басқа күнәні қалағанына кешіреді. Кім Аллахқа серік қосса, расында Аллах оған жәннатты харам етеді. Оның орны тозақ оты. Сондай-ақ залымдар үшін жәрдемші жоқ делінген. Сондықтан шайтан оған Аллахтың лағнеті болсын, адамға деген дұшпандығын жалғастырып, оның ұрпақтарын пұттарға табындырып, тозаққа түсіру мақсатында ғасырлар бойы бағдарламасын түзеп реттеуде. Сол уақыттан бері ақиқат пен жалғандықтың арасындағы күрес жалғасып келеді. Шайтан адамдарды ширкке азғырған сайын Аллах тағала халықты тура жолға бастайтын елшілерін жіберіп отырды. Яғни барша пайғамбарлардың жіберілу мақсаты халықты таухидке үндеу болған. Нұхтың қауымына жұмсаған күш қайратында дағауатшылар үшін үлкен өнеге бар. Ол елін күні түні ашық және құпия түрде, жалпы және жеке тәсілде 950 жыл бойы Аллахтың жолына шақырды. Оған санаулы адам иман келтірді. Дағауатшы Аллах жолына шақыруда барлық тәсілдерді қолданып, үлкен күш қайрат жұмсау керек. Ешқашан қанша айтсам да тыңдамайды деп күдер үзуге болмайды. Себебі дағауатшының міндеті жеткізу ғана, ал тура жолға салу Аллах тағаланың құзыретінде. Аллах тағаланың жазасы келгенде одан бірде-бір кәпір аман қалмады. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның: егер де Аллах Нұх қауымнан біреуді мейіріміне алғанда, бір сәбидің анасын мейіріміне алар еді. Нұх қауымында дағауат жасап 950 жыл тұрды, сосын 100 жыл ағаш екті, сосын өскесін оларды кесіп кеме жасады. Қауымы өтіп бара жатып, оны әжуалап: құрлықта кеме жасап жатырсың ба, ол қалай жүзбек дейтін. Нұх: әлі көресіңдер деп айтатын. Көшелерге су толғанда бір сәбидің анасы қатты жақсы көретін баласы үшін қорқып, таудың 3/1 шығады. Су жеткен кезде таудың ең үстіне көтерілді. Су мойнына жеткен кезде сәбиін қолмен жоғарыға көтеріп тұрып, екеуі де суға батқан. Егер де Аллах Нұх қауымынан біреуді мейіріміне алғанда, ол сәбидің анасын мейіріміне алар еді деп айтқанын Айша анамыз, Аллах оған разы болсын, риуат еткен. Достар, осымен Нұх, Идрис, Шис алейхи уассалам пайғамбарлардың қиссасы тәмам. Сіздерге алдағы уақытта одан кейін келген пайғамбарлар туралы қиссалар қызық болса, каналымды қалт жібермей қарап отырыңыздар. Ал ол үшін қоңыраушаны басып қойып, лайк басып қойыңыздар. Сіздермен болған әдеттегідей Әсем ТВ арнасының жүргізушісі Әсем Жұмалиева. Келесі кездескенше аман сау болайық. Қасиетті Рамазан айында тұтқан баршаларыңыздың оразаларыңыз қабыл болсын.